Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай пышный болып шығатын жұмсақ әрі дәмді, құрамында айран да жоқ, сүт те жоқ, өте керемет болып шығатын тәтті кекстердің рецептімен бөлісемін. Парақшама тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп, пікірлеріңіз болса, комментарийда қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде сіздерге ответ қайтаратын боламын. Онда бастадық. Бізге 4 штук жұмыртқа бөлме температурасында тұрған және де ванилин саламыз. Ванилин салмасаңыздар да болады, міндетті емес. Енді миксерімізбен жақсылап көбіртіріп аламыз, 2 есе ұлғайтырып. Менде бұл үйдің жұмыртқасы, сондықтан осылай сап-сары болып тұр. Енді мөлшерде көрсетілген қантымызды 2-3 бөлікке бөліп, оны салып жақсылап көбіртіріп миксерлеп аламыз. Бізде осындай құрам 2 есе көбейеді, азаяды деп болмайды. Сұйық майымызды құйып, оны жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхителімізді салып араластырып, жұмыртқа массамызға 2 бөлікке бөліп саламыз. Алдын ала миксерді жақпай тұрыңыздар, сол кезде ұндарыңыз қатты шашырамайды. Бірдесінен миксерлеп кетсеңіздер, жан-жақтың бәрі ұнға шашырап жаман болып кетеді. Сондықтан жақсылап әдемілеп араластырып алыңыздар. Қалған ұнды да салып, бір келкі ішінде комок болып қалмау керек. Жақсылап миксерлеп аламыз. Міне біздің осымен кексіміздің қамыры дайын болды. Бізде осындай көріністе болады. Енді кекстің осындай формалары болады, және де кондитерский мешокқа саламыз, немесе қасықпен салсаңыздар да бола береді. Кекске арнайы осындай капсула қағаздар болады. Кондитерлік дүкендерден сұрасаңыздар арзан тұрады. Осындай жарты етіп, бірдей етіп құйып шығамыз. Барлығына жаңағы айтып өткеніндей қасықпен салсаңыздар да болады. Қазір бірдей құйсаңыздар піскен кезінде бірдей болып көтеріліп, әдемі томпақ болып шығады. Енді үстіне жеміс жидектер, немесе мен осындай шоколад сеудім, глазур шоколадтарын сіздер мейіз салсаңыздар болады, жаңғақ салсаңыздар болады, немесе осы бетіне шие, малина қойсаңыздар болады, сеуіп, әдемі болып шығады. Барлығымен күшті үйлеседі бұл кекс. Енді 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Піскен кезінде зубочисткамен ішіне тығып көресіздер. Бұл тез пісіп қалады. Бізде кекс, абайлаңыздар, қатты пісіп кетсе беттері қатты болып, іші жұмсақ болғанмен беті қытырлақ болып қалады. Міне біздің 20-25 минутта кекстеріміз осындай воздушный болып, өте керемет болып ісіп шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қараңыздар, қандай өте әдемі, күшті, биік болып көтеріліп ісіп шыққан, әрі тәтті болады. Ішінде құрамында жаңағы айтып өткенімдей сүт те жоқ, айрансыз, осындай керемет 3-4 ғана үйдегі бар заттардан осындай әдемі кекстер пісіріп жесеңіздер болады. Шаймен ішкенге, кофемен ішкенге өте күшті кетеді. Қалған қамырды да құйып осылай пісіріп аламыз. 180 градуста 20-25 минутқа бетін әрлеп, осындай сахарный пудра сесеңіздер болады. Қонақ келген кезде де беттері күшті, әдемі болып тұрады. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Біздің осымен тәтті кекстеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Балдарыңыз да мәз болып қуанып жеп алатын болады. Баршаңызға рахмет. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Зұлқымар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар.